Қымбатты отандастар, қадірлі жастар, құрметті жолдастар. Бүгін Қазақстан үшін тарихи күн. Еліміздің азаматтары конституциялық реформаны қолдап, референдумға белсенді түрде қатысты. Отанымыздың болашағын ойлап, дауыс берді. Бұл өте жақсы оқиға. Қазір ғана экзит полдың нәтижелері шықты. Соған сәйкес қазақ елі түбегейлі тарихи таңдауын жасады. Халқымызға шынайы ризашылығымды айтқым келеді. Бүгін жұртымыз дауыс беріп, Қазақстанның тарихын, тағдырын айқындады. Бұл шешім дүниежүзі тарихында мәңгі сақталады. Бұл мәселе бойынша менің ешқандай күмәнім жоқ. Өйткені бұл азаматтарымыздың бойындағы нағыз отаншылдық нышаны. Енді жыл сайын 15 наурызды Конституция күні, яғни еліміздің ең басты мерекесінің бірі ретінде қарсы аламыз. Сонда келесі жылы бұл дүйсенбі күні болады ғой. Жақсында. Амат болса, бәріміз жиналып тойлаймыз. Себебі Қазақстан халқы жаңару мен жаңғыру үшін дауыс берді. Бұл біздің бәрімізге ортақ жетістік. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Жалпы ұлттық референдум аса жоғары деңгейде өтті. Ашық әрі әділ болды. Барлық заң талаптары мен демократиялық нормалар қатаң сақталды. Мұны еліміздің және шетелдің байқаушылары айтып отыр. Окончательные итоги волеизъявления граждан будут подведены согласно закону Центральной комиссии референдума в официальном порядке. Но уже сейчас мы можем говорить, что граждане Казахстана продемонстрировали ярчайший пример единения, солидарности, патриотизма, общей ответственности за судьбу Родины. Подавляющее число наших граждан выбрали светлый путь прогресса, справедливости, закона, порядка, природолюбия и чистоты. Это очень хороший путь. Эта новая народная конституция поведет наш народ к новым достижениям, успехам. В этом нет никакого сомнения. Была зарегистрирована рекордно высокая явка. Давно такого не было. Благодарю всех, кто пришел на участки и четко высказал свою гражданскую позицию. Тем самым мы показали всему миру политическую культуру нашего казахского общества. Бірлік бар жерде тірлік бар. Бірлік бар жерде өркендеу бар. В единстве рождается сила страны. Бізге татулық пен достық, сабырлық пен табандылық, жасампаздық пен ұқыптылық, еңбекқорлық пен сенімділік ауадай қажет. Сонда ғана озық, дамыған, бәсекеге қабілетті ел боламыз. Солидарность, единство, взаимопонимание, трудолюбие – это главные движущие факторы наших грядущих достижений. Қазақстан халқы қолдаған жаппай дауыс берген конституция еліміздің темір қазығы. Жаңа конституция тәуелсіздік пен егемендік тірегі. Ата заңымыз адам құқығы мен бостандығының мызғымас кепілі. Біз бір ел болып, заң мен тәртіп сақталатын, жауапты және жасампаз азаматтары бар әділетті қоғам құру жолында маңызды қадам жасадық. Осылайша, бүгін ұлт тарихының жаңа парағын аштық. Алда ауқымды жұмыстар күтіп тұр. Ең бастысы, халқымыз түбегейлі өзгерістерді барынша қолдайды. Біз ортақ мүдде жолында күш біріктіріп,
келер ұрпаққа өркениетті, озық Қазақстанды аманат етеміз. Мен бұған кәміл сенемін. Осы референдум кезінде әсіресе жастарымыз белсенді түрде сайлауға қатысты. Жастарымызға рахмет айтқым келеді. Жастарымыздың дауысы, үні өте жақсы естілді. Сондықтан әрқашанда аман болыңыздар. Қазақ елінің қасиетті тәуелсіздігі мәңгі болсын. Отанымыз Қазақстан Республикасы жасай берсін. Жаңа конституциямыз құтты болсын.